Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Сабақтың тақырыбы 3 жас дағдарысы. Сабақтың мақсаты 3 жастағы балалардың психологиялық ерекшеліктері мен мінез-құлқы туралы мағлұмат беру, үлкендермен қарым-қатынас туралы түсінік қалыптастыру. Сабақтың жоспары: бала өмірінің 3-ші жылында пайда болатын негізгі психикалық ерекшеліктері, 3 жас дағдарыстың барлық белгілері, дағдарыс кезеңіндегі ересек адамдардың мінез-құлқының негізгі психологиялық ерекшеліктері. Өмірдің 3-ші жылында балада пайда болатын негізгі психикалық жаңа өзгерістер: заттық әрекеттерді меңгеру, қарым-қатынасы құралы ретінде тілді меңгеру, заттық қабылдаудың дамуы, көрнекі әрекеттік ойлаудың дамуы, тік жүруді меңгеру, сана сезімінің өзін қоршаған ортадан бөліп алу. Көрнекі психолог Эриксон жас ерекшелік дағдарысын адам дамуында белгілі бір жас кезеңінен екінші бір жас кезеңіне өтудегі күйзелісі деп немесе өтпелі кезең деп қарастырады. Жас ерекшелік дағдарысының айырмашылығы адамның темпераментіне қатысты, мінез-құлқына, биологиялық және әлеуметтік қатынасына байланысты өзгерістердің көрінуі. Өткір дағдарыс кезеңі 3 жас болып табылады. Бала өзінің бейнесін айнадан көруге және өзіне қалай назар аударатынын біледі. Балада мен өзім деген дербестікке ұмтылу пайда болады. Бала өзіне қол жетімді тәсілдермен дербестікті меңгере бастайды. Бұл кезеңде ересек адамдар балалармен өзара қарым-қатынаста қиындықты бастан кешіреді. 3 жас дағдарысы туындайды. Эльконин дағдарыстың негізгі 3 белгісін бөліп қараған. Теріс белгілері: бала ересектердің ұсынысына қарсы шығады. Бала тілазарлықты нық көрсетеді. Әдетте ересектердің талабы немен аяқталатыны маңызды емес. Бала үшін негізгісі ересектердің еркіне көнбеу. Бірақ кейде сол ұсынысты басқа бір ересек адам айтса, бала тез орындайды. Үнсіздану белгілері: балалар ата-анасын, әжесін ұрысқақ, долы, анау деген сияқты дөрекі сөздермен атай бастайды. Дағдарыстың барлық белгілері қалыптасқан қарым-қатынас пен әрекеттер баланы одан қарай қанағаттандырмай дегенді көрсетеді. Бұл ересек адам бала дамуындағы жаңа беталысты байқамай, оның еркіндігі мен белсенділігін шектеген кезде туындайды. Дағдарыс баланың өзі үшін өте күрделі кезең. Мінез-құлықтың жағымсыз нысаны мектепке дейінгі жастың аяғына қарай орнықты болып, нықтылап қалуы мүмкін. Сондықтан көп нәрсе ересектерге байланысты. Қыңырлық: не нәрсе болса да өз дегеніне жетуге тырысу. Көптеген психологтар нақты бір жағдайдағы бала дамуын ерте жастағы мінез-құлық нысанындай болу заңдылық деп есептейді. Бала өзімшіл, өзін айналада болып жатқандардың орталығым деп есептейді. Себебі өмірдің алғашқы жылында ересек адамдар негізінен оның ынтасын орындап келеді. Ойыншық, тыныштық, көмек беру бала өміріне енді ғана ене бастайды. Сондықтан бала қыңырлықпен өзін мен деп дәлелдейді. Қыңырлық бастапқыда таңдамалы сипатта болады, яғни өзінің нысаны ретінде бір адам болады. Бірақ біртіндеп қыңырлық барлық ересектерге жасалады. Талап пен сыйластық тең болған жағдайда қыңырлық туындамайды. Егер талап қоюшылық сыйластықпен айтарлықтай асып кетсе, онда ренжіген қыңырлық пайда болады. Талап қоюшылық сыйластықтан аз болса, онда тентек қыңырлық пайда болады. Егер балаға ешқандай талап қойылмаса және оған ешқандай сыйластық танытпаса, онда бұл бақылаусыздық қыңырлығы болады. Сөйтіп қыңырлық себебі ересек адам мен баланы қарым-қатынастың өрбуіне туындайды. Қыңырлықтың пайда болуы: қимыл қозғалыстың қозуы, басталған істі жалғастыру, наразылық, тітіркену және жылау. Қырсықтану мен қасарысу: қырсықтану дегеніміз сәбиге бір зат оған аса қажет болғандықтан қасарыса қалмайды. Ол затты сұраған үшін ғана қасарысады. Ол өз талабының орындалуын тілейді. Айталық, сәбиді ауладан үйге шақырдық дейік, ол көнбейді. Бірақ біз оның үйге кіру керектігін дәлелдеп үгіттейміз. Ол дәлелді түсінгенімен бәрібір үйге кірмейді. Сәбидің қырсықтану себебі өзінің бастапқы шешіміне байланысты болады. Қырсықтану кәдімгі қасарыстың ерекшелейтін екі сәті бар. Оның бірі жағымсыз құлыққа ұқсастығы, оның себепке қатысы бар. Егер бала дәл қазір қажет етіп тұрған нәрсесін сұраса, бұл қасарысу болмайды. Мысалы, ол шанамен сырғанауды ұнатады, сондықтан да күні бойы аулада жүргісі келеді. Қыңырлық пен қырсықтықтың ерекшеліктері: қыңырлық, жылау, кез келген себепке жылау, назарды өзіне аударту, мен мұны қаламаймын дейді. Ал қырсықтықта ата-аналардың мінез-құлқына жауабы немесе талабы. Тыңдамайды, өз шешімінде тұрады, мен қалаймын дейді. Сабақтың тақырыбына байланысты
3 жастағы балаларға қандай ойындар ойнату керек? Соны көрейік. Сюжеттік рөлдік ойындар: асқана, шаштараз, дүкен 3 жастағы дағдарысты жеңуге және баланың тәрбиесін дұрыс бағытта бағыттауға көмектеседі. Қуыршақтарға тамақ дайындау, үй жасау, сурет салу, қуыршақтарды жуындыру, қуыршақтың киімдерін үтіктеу, қолөнер бұйымдарын жасау, ертегі оқып беру. 3 жастағы балалардың қиялы өте жақсы дамыған. Құм терапиясы: құммен ойын балалар мен ересектердің эмоциясы мен көңіл күйіне оң әсерін береді. Құм тамаша құрал. Құммен ойнату арқылы балалардың таным процестері мен шығармашылықтарын дамытуға болады. Құм терапиясы: құммен ойын балалар мен ересектердің эмоциясы мен көңіл күйіне оң әсерін береді. Ересек адам мінез құлқының педагогикалық ұстанымдары: шыдамдылық, ұстанымдылық, жарыс ойындары, баланы ойынға қатыстыру, дербестік беру, балаға көмектесу немесе оның ересек адамдар әрекетіне ынталандыру. 3 жастағы дағдарысында ата-ананың міндеті: теріс қылықтарды ойынға айналдыру, баланың қалауымен ниетін дұрыс айтуға үйрету, баланың тең дәрежеде сөйлесу баламен, оның пікірі қызықты екенін білдіру, баланы қолдау, балаға қыңыр қырсық болса да жақсы көретінін көрсету, ересектердің сөздері мен істерін қайталатынын ұмытпау. 3 жастағы баланың дағдарысы іс жүзіндегі сипаттарымен ашып көрсеткіміз келсе, оның мәні әлеуметтік қатынастар дағдарысы деп атауға болады. Дағдарыс кезінде баланың бойында қайта құрылатын психикалық өзгеріс не? Ол бала маңындағы жақын адамдарына, ата-аналарына және олардың беделіне деген әлеуметтік көзқарасын білдіреді. Сондай-ақ баланың мен деген өзіндік ерекшелігін танытқысы келіп, оның бойында бірсыпыра мінез құлықтар пайда болады. Ондай құлықтар ортадағы жағдайды өзгертеді. Бір сөзбен айтқанда, дағдарыс баланың жеке тұлғасы мен оның маңындағы адамдардың өзара әлеуметтік қарым-қатынасын қайта құрып, оларды өзгертіп отыруға бағытталатын психикалық фактор деп санауымыз керек. Үй тапсырмасы: баланың 3 жас дағдарысына мысал келтіріңіз. Сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.